Бұқаралық сутларға барсаң, ажырасып атырғанлар көплегенен, бұны һәмме ажырасып атырма деп ойлап қаласаң. Ажырасулар көбеюіне себеп ата-енелер араласуы, ішкіліктен көп ұрыс жәнжел болуы, бір-біріне гуманлану, жүріп кету, азырақ пұл тауып кібірленіп кету, бір-біріне көп затлар күтуі, және бұлардан басқа бір-біріне қанықпау, суық болу, мехр, ітібар жоқлығы, жынси қатынас нормада емеслігі. Бір бала өзі сауданың адамы, бизнесмен, жұмыстары бір жерде тоқтап қалғанын, алға басып кете алмай тұрғанын айтқан еді. Шаңырағын сұрағанымда жақында ажырасқанын, ажырасуына себеп келісе алмай қала беретұғынын, бір-бірімен неге ұрса беретұғынын өздері түсінбейтұғынын айтты. Бұндай адамлар бір-бірін айыплауы табиғи жағдай. Ізін және сұрастырғанымда, түнгі мөнәсебетлер қандай дегенімде, 3-4 жылдан бері бірге жатпайтұғынын, бөлек ханаларда жататұғынын, бірге жатқыста келмейтұғынын айтты. Және шұқырласқанымызда кішкентай уақытына бардық. Ол бала кішкентай уақытынан бастап үлкейемін дегенше, мектепте оқып жүргендерде де анасымен бірге жататұғынын айтты. Әкесі бөлек ханада өзімен өзі телевизор көріп, газета оқып, ішкілік ішіп отыратұғын болған. Папасы мен мамасының бірге жатқанын ұлыма көрмеген. Кішкентайынан соларды көріп өскен бала, ерлі зайыптылар бір-бірімен жатпауы мен үшін норма болған екен деп есаптап келген екенмен деп айтты. Негізгі проблемалар қайықта жатырған көрдіңіз бе? Әйел адамам жақынлық қалиды, әр тәрбиеме қанығып жүрмесе, стресс болады, ұрыс шығарады, жыр тауады, ашуланады. Айтарлықтай ажырасуға себеп жоқ. Бір-бірін түсінбейтұғынлар, көп ұрса беретұғынлар, сол ажырасып отырғаннан себеп ұлыма басқа ойламаған затлар болып шығады. Шаңырақта тыныштық болмаса, жұмыста, бизнесте берекет болмайды. Бұндай уақиғаларды айтудан мақсат проблемалардың негізгі себептері басқа жақта екенін түсіндіру, және балаларыңыздың тәрбиясында ітібар беру керек тәріптерін көрсету. Баз шаңырақларда ата-енелер менен келін бір-бірін жақтырмайтын жағдайлар ұшырасады. Солардың біреуі шаңырағындағы келіспеушіліктер себеплі ата-енесін жақтырмай, итке де бір кесе ауғат бересен ғой, мен де оларға сондай қылып қарайман, оларды жақтырмайман, жаман көремен, ауқатын беремен, бірақ ұлыма сөйлеспеймен, өліп кетсе де маған бәрібір деп айтқан әйел сеанслардан кейін оларды жақсы көремен деп айтып, мөнәсебетлері тікленіп, шаңырағы жақсыланып кетті. Осындай шаңырақлар тікленіп атырғанлар көп. Ажырасу алдында тұрмыз деп хабарласып атырғанлар баршылық, бірақ екіленіп жүре береді. Сондайлар уақыт өткізбей әрекетін қылса, шаңырағын сақлап қалуы мүмкін. Уақыт өткізіп, арасы суып болғаннан кейін, басқаға тұрмыс құруды қарар еткеннен кейін, миллиардтарды сарыфласаң да пайдасы болмайды. Біз бұндай адамларға ешқандай ақыл үйретпейміз, сабақ өтпейміз, тек миын өзгертіп қоямыз, өздері келісіп кете береді.